Nurgel'ini mектепке апарып, Ернұрды алып қайтып жатырық. Кешегі бораннан кейінгі Шымкенттегі күн. Ертең бұдан да жылы болып, но город стал будто бы еще грязнее. Дима не дейді. Таза емес болас сияқты айналамыздың бәрі. Обычно қар, жаңбыр жауғанда бір тазалық қыласың ғой. Мына көкем айтқанымды істемейді. Бүке алдыңа қарап тесте жүр. Машиналарды абайда. Жүр кеттік, ені. Анеқа барамыз. Анеқа барамыз, кеттік. Вообще бағынбайды ғой Ернашы. Бұм-бұм келе жатыр, жүр балам. Өзім жүрем. Ернұр, мына жолмен жүрші балам, мына жолмен. Ана сен шықсан көрдің ба, ол да шығып жатыр. Мияқпен жүр, құлайсың. Мына жолмен жүр. Вообще азаннан бері трэш болып жатыр. Жүгірме, жүгірме, үстің су болды. Қазір прививка салдыруға барамыз поликлиникаға. Кімге? Саған да, Не ол? Ернарға да. Мерге салат укол бар ғой? Сондай. Жоқ, қумаш. Қумаш емес. Салдырмасаң ауырып қалсың. Ей, жай. Ернар, қойсай, ботам. Көтіңе паққам. Көтіңе пақ қылады қазір. Бергел, тиме қағазға. Кел бері. Көтіңе паққам. Акустика. Жүр. Пашу, сонша шыңғырасың. Кел. Кәдімгідей ашуым кеп тұр, бірақ уже тыңдамайды. Көтерейін десем үстімді қырғылады. Енді үстіп тесіз барып алған жақсы. Аяғым бәрі шақылдап отыр. Bir şey айтқан тыңдамайды бар ғой. Өскен кезде осы видеоларды көріп, маған қапа болмайынша. Ана жерде ұрдым да, көтінен шымшыдым да, қорқыттым да. Тыңдамайды. Аяғың шай болды ғой, ана аяғың. Не болды ана аяғың? Осыған, мұны лайк басып кетіңізді. Мұндай болушы, таза болу керек. Арыз жүр сен үстінде құртатын олды. Сүйресең бой бермейді. Мама, жобет. Аяғым бәрі шақылдады. Қайырлы таң барлықтарыңызға. Бүгін бізде 19-ы екен. Жұма, қасиетті жұма баршаларыңызға құтты болсын. Біз папамызды шығарып салдық. Қазір балдарға бір кусок шоколадный пастаны жағып беремін нанға. И какао ішіп алайық. Сабақ істеп болған соң тағы да тағы да бір чай ішіп алатын боламыз. Пока жалғап тұра тұрсын іштерін. Бүгін кеше влог самадым. Сол күндегі не болды? Аналарды тасыдым мектепке, үйдің тірлігі, тамағы. Бүгін де дәл сол тірлік. Жүгіріс болайын деп тұр. Бүгін күн тағы дала еріп, лай бол шыққа болатын шығарым. Сол маған проблема. Азанда тұрғанда тек қана соның көшенің ұзақ болса да, таза болса білінбейді ғой.
Miau? Sen miau bolasın mı? Bugün bilmeyeyim. Захотелось мальчишку сделать. Почаще тырсал, брат. В последнее время у меня не получается. Массаж istiyordum, вообще koydum. Сама виновата, знаю. Себебі массаж істеуге де уақыт табуға болады, уақыт бар, жоқ емес. Но, по-моему, иногда так я физически, психологически устаю, что уже ничего не делать не хочется. И все. Балдарды түнде 9-да ұйықтап қалса, не болды? Шешейін ба? Ұстай береді. Балдарды түнде ұйықтатып болғаннан кейін осыны істесем болады ғой, телефон шұқыламай. Нет. Настроение келу керек. Настроение келмесе істеу бесполезно. Кожа у меня очень-очень сухая. В общем, был для меня это как кислород для моей кожи. Кәдімгідей жеңілдеп қалам. Мам. Папа. Мама. Балдардың сабағын істейміз. И все, по-моему, басқа ештеңе үлгермеймін. Себебі бүгін балдарда сабақ көп сияқты. Крем. Басқа крем алам келіп жүр. Қолым жарылып кетіп, мен білектерім тез жарылады. Кеше келем, сабындап жуам, кетем, сөйтіп жүрген кезде өзім ойлап қойған, ай, осы қолым жарылады ау деп. И вот кешке уже трещина болып, аштып, қыштып. Мен үйде кішкене қол кремі бар екен, соны жақтым. Мочевина мен өте жақсы көмектеседі. Ева лаборатория деген крем пантанол бар ғой. Для моей сухой кожи это отличный вариант. Больше басқа кремдер мен үшін как будто су сияқты. Жағасың, сіңіп кетеді. Сол үшін басқа кремдерді алып, для меня бесполезно. Бархатные ручки или Oriflame, Avon'ның. Да, короче, любой крем для меня. Мен сорвана губка сияқты, қолым сухой болғаннан кейін. Ана мочевинамен обычно сауыжағым. Отыра берсін. Демалып жатыр. Айтса демаласың де, мама келатыр де. Нұргелді обязательно мен не қылым керек қой, сабақ өзіңе керек қой, бүгін қырғын сабағың бар, білесің бе? Обязательно мен қасында төбеңде отыруым керек па? Осы қол кремді жетістіріп жақпаймын ғой. И для кого со Еваның несі пантанол деген несі бар, для губ өте күшті. Жақсы көмектеседі. Сондай. Кожа не сухая, блестит. Ал, кеттік сабақ істейік. Достар, сіздермен қатта Комментарийға жазып кетіңіздер дейді да. 2 күн демалыста видео түсірдім. Бұл да YouTube каналын жүргізгісі келеді, бірақ әлі ерте. Өздері салып, өздері ойнай алатын. Ойнауды қатырады ғой. Менің миымды аштады да сал деп. Менің каналымның асты
Yemek var yemem. Yemek var Yernur, men söyleyince bolama ruxsatpa. Болады. Сол салып өздері салып үйренгенше пока YouTube канал керек емес бала. Одан кейін бір ой келді да. Осы вечно не посещать. Вот, наверное, для детей деймін да. Бір бәлені все-таки дұрыс істемей жүрген сияқты бір сезім кетпейді да. Вроде делаю, вроде все делаю, даже ұйқысыз күндер болады деп. Чтоб киіміне дейін дайындап, тазалап берем. Кейде наоборот өздеріне тазалатқызам. Чтоб были самостоятельные, чтобы өздері бәрі істесін. Но все-таки что-то неправильно істеп жатқан сияқты бір сезім болады. Сіздерде сондай бола ма? Сол қазірде ананы істедім, тез мынаны істедім, асығыс ұсығыс үйді де жинадым, аналарға да көмектестім. Но сол сезім не покидает, но кеудеңде бір неполноценность тұрады ғой. Соның жауабын да білетін сияқтымын. Басыма кимегенім, құлағым қатық қалды. Үйде отқан кезде жылы сияқты көрінді да. Бүгін кеште маштан палау жасаймыз. Маш шинелері көп болыпты. Қазір тамақ жасап жатырмын. Посуда жуым керек. Шай ішетін жерді пылесостауым керек. Себебі кешелі бері пылесосталған жоқ. Бүгіндікке қолым тиген жоқ. Бүгін бір іс болып кетсе деп отырмын. Бізде көшені қазып тастаған. Екі бетім қызарып тұр. Жаңа кішкене жарты сағат жатып ананың қасында демалған ғой. Себебі демалмасам шаршап кеттім. Себебі 10-нан бастап сағат 3-ке дейін көшеде жүреді екенмін да, туда-сюда мектепке тасып. Сөйтіп бүгін уже пятница ғой дедім да, посуда күте тұрады дедім, жатып демалып алдым. Ау, не істегің келіп отыр? Мектепте қайсың ба? Жоқ. Сонымен бір іс дегенім ойым жан-жаққа жүгіріп жатыр. Көшеміз лай. Лай болғанда бізде нормально асфальты өзіміз төсеттіргенбіз, бүкіл көршілер болып. Өткенде күз басталған кезде су кіргіземіз деп, бізде жекеменшік су, өкіметтің суы жоқ. Жекеменшік суды өкімет суын ауыстыру үшін қазып кетті. Күзде қазды да, то биыл кірмейтін су екен да, олшы бәрін топырағын шығарып, лайын шығарып. Қазір енді жаңбыр қар жауса лай шығып жатыр. Сонымен жаңа Instagram деген құдіреті күшті Instagramға бір емес екі жерге салдым. Екеуі де қай аудансыз, немесе телефон номеріңізді беріңіз деп сұрады. Соған қарағанда бір әрекет болатын шығар. Себебі Нұргелдінің бүгін енді аяғым ужас айтамайым. Себебі Ернұрды алып шығатын кезде сәл аяз болып тұрады да, қатты болады. Аяғымыз анау айтқан лай болмайды. Болады, но более-менее сөртіп алуға жарайды да. Ал Нұргелді шыққанша тазалап қойған, егер майлап кремдеп қойған аяқ киім сол вообще не болады. Мен ол майлап кремдемедім, себебі әлі жаңа аяқ киімді. Просто сөртіп қойған аяқ киім ужас болды. Енді до того бешенства да болды. До конца тазалай алмадым. И то мен өзіммен салафанға тряпка салып алып шығамын. Біреу емес, екі тряпкашы, екі тряпкамен де тазалай алмадым. Оның үстіне өзімнің аяқ киім бар. Ернарды көтеріп алып шығуға мәжбүр. Егер асфальт болғанда, баяғыдай өзіміздің асфальтымыз болғанда, мен оны жібере салатын. Ол жаяу баратын еді да. Мен оны көтеріп бардым. Ана жол шаршатады да, жол таза болса, баланы коляскаға салып алған. Ана жолда коляскамен де жүру мүмкін емес. Сонымен білмеймін, жаздым, енді бір не болса болады. Жалғыз мен емес қой, басқа көршілерді қимылдап атқан шығар. Сөйтіп естіп жатырмын. Соны жаздым, болса болар еді деп отырмын. Хотя бы тас төсеп берсе, балдар нормально лай жолмен жүрмей. Аны лай енді бұлшық айтып жеткізе алмаймын. Тамақ істейміз. Бүгін пятница. Ура! Екі күн демаламыз. Бүгін семейный, уютный вечер болады. Орел и решка көреміз. Птушкинді көреміз, мультик көреміз.
Ернар ұйықтап жатыр. Ернар да, по-моему, шаршады бүгін қатты. Ол бүкіл апта ол да шаршайды, себебі именно обедте ол ұйықтайтын кезде біз қалаға шығамыз. Біз қалаға шығып, ол ұйықтай алмайды. Ұйықтайды автобуста бір 20 минут или мен көтеріп жүрген кезде бір 10-15 минут ұйықтап алуы мүмкін, и все, сонымен кешке дейін жүреді. Мен сондай жағдай. Дәл қазір, қатты шашып тұрмын. Дәл қазір маған қатты машина керек болады. Мен машина алам дегенше білмеймін. Біраз қиналатын сияқтымын. Бірақ көктемге дейін без вариантов. Көктемге дейін біз точно машина ала алмаймыз. Тамақ іштік, жедік, енді жуынып жатайық, сағат 11 болды. Біз блог монтировать етіп, ютубқа салып, ұйықтаймыз. Мынаны мен қолданып көргенмін, сол үшін. Осыны қайтадан алдым, пенканы. Мына пенканы уже қолданғым келіп жатқан жоқ. Фармстейдікі. Фармстей не самый лучший деп айтамайым, бірақ из бюджетных вариантов осы. Ана бюджетный варианттарын, по-моему, ең лучший. Осы сияқты. Не содержит SL, парабенов и силиконов. Натуральные консерванты. Менің кожам сухая, сол үшін ол кептірмейді. И пенканы обычно қолға не қалып, мынаны қолға үйкелеп, одан кейін жағатын едім, ал мынаны уже готовый пенка, бұны қимылдатасыз и бассаңыз менен пенка шығады. И мынаны алдым. Негізі бұл денені жуатын мочалка, бірақ мен осындаймен бетті жуғым келді. Сол үшін бетке арналған мочалкаларды қолданғым келмейді, почему-то бар ғой. Осындай мен қазір осы пенканы мынаған бүйтіп сығам. И болды, сразу бетіме кетіп жуа береміз. Жақсы, бүгін бізбен болғандарыңыз үшін рахмет, қайырлы түн болсын. Ертең жалғастырамыз.